Армысыздар, құрметті Жансая арнасының көрермендері. Сіздермен бірге мен Жансая. Мен бүгін сіздерге айтайын деп отырған керемет дүние баланың төсекке сүйеуін қалай тоқтатамын. Қалай мен үй жағдайында көмектесе аламын балама. Яғни сізге дәрігерге баруға мүмкіндік жоқ, немесе уақыт жоқ деген сияқты баланы полностью обследование өткізгенге. Егер де сіз мен айтқан дүниені күніне 2 реттен 3 реттен бір 10 күн бойы үзбей жасайтын болсаңыз, балаңыз төсекке сүйеуін 1 рет жасағаннан ақ тоқтатады. Бұны қалай жасаймыз? Видеоның соңына дейін көріңіз және мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Үлкен рахмет. Олай болса бастаймыз. Мінекей баланы осылай ішіне жатқызамыз. Болмаса отырғызып қойыңыз арғаратып, қалай ыңғайлы, қырынан, қалай сізге бала ыңғайлы келіп тұр, солай осылай жатқызамыз. Мынандай ыдысқа тастай су құямыз. Бұл тастай су болу керек, кәдімгідей баланың денесі тітіркенетіндей салқын су. Және кез келген спонж, мен мынандай үйдегі бар нәрсені алып сіздерге көрсете салайын деп отырмын. Яғни бастаймыз. Мінекей салқын суға батырып аламыз спонжды. Баланың киімін ашамыз, яғни жалаңаш дене омыртқасы көріну керек сіздерге. Содан кейін баланың желке омыртқасынан бастап, мінекей сол жағын омыртқасының құйрығына дейін, одан кейін мына бетін, екі бетін айналдыра омыртқаны өстіп жасаймыз. Яғни осылай жасағаннан кейін баланың денесі тітіркеніп бірден байқалады. Киімін жауып, баланы қырымен жауып жатқыза қоясыз. Яғни осы дүниені тура осылай сіз күніне қанша рет жасауға мүмкіндігіңіз бар? 2 рет, 3 рет, 4 рет қалай мүмкіндік болады? Солай жасаңыз. 10 күн үзбей жасасаңыз, балаңыз төсекке сүйеуін міндетті түрде тоқтатады. Бұл 1 рет жасағаннан нәтиже береді. Бұл тексерілген дүние. Сондықтан қорықпай жасаңыздар, ешқандай шығынсыз үй жағдайында баланың төсекке сүйеуін бірден тоқтатасыздар. Балаларыңыз ауырмасын, ем болсын, менің құрметті көрермендерім.